Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге табада 5 минутта дайын болатын, ешқандай пешті қажет етпейтін, өте оңай әрі тез дайын болатын пицца дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқа, 4 ас қасық майонез, 4 ас қасық сметана қосып араластырамыз. Дайын массамызға 9 ас қасық ұн саламыз. Біздің массамыз осындай қоймалжың болады. Енді табамызды қыздырамыз. Қызып тұрған табамызға тестімізді құйып, пиццамызды жайып аламыз. Егер табаңыз кішкентай болатын болса, пиццаны 2 бөліп пісірсеңіз болады. Қалың болып қалуы мүмкін. Тестіміздің бетіне кетчуп жағып, қалғанын салмаңыз, салсаңыз болады. Менде колбаса, помидор және сыр болды. Табамыздың бетін жауып 5 минутқа жауып қоямыз. Сонымен пиццамыз дайын.